Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін брокколи қосылған витаминді ПП салат дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Ең алдымен брокколиді осылай түбінен ұсақ бөліктерге бөліп аламыз. Одан кейін суық суға тұзды су салып, брокколиді саламын. Оның үстіне уксусты қосып, барлығын жақсылап араластырып, 10-15 минуттай осылай қалдырамын. Кастрөлге тұзды суды құйып, плитаға қайнағанша қоямын. Су қайнағаннан кейін брокколилерді салып, бетін жауып қоямын. Брокколиді көп қайнатпаймын. Бар жоғы 4 минут қайнатсаңыз жеткілікті. Брокколи дайын болғанша қалған көкөністерді турай береміз. Огурцты осылай 4 бұрышта қылып турадым. Негізі өзіңіздің қалағаныңызша турай берсеңіз болады. Редисканы да осылай жұқа тілім қылып турадым. 4 минут өткеннен кейін брокколиді аламыз. Маған брокколидің қытырлақ болып піскен ұнайды, сол үшін көп қайнатпаймын. 4 минут қайнатсаңыз жеткілікті. Брокколиді сүзіп алып суытып қоямыз. Егер мұздай су болса, сондай суық суға салып алсаңыз да болады. Ары қарай қалған көкөністерді тураймыз. Қызыл капустаны осылай ұсақтап турадым. Қызыл пияз, петрушка, помидор және салат жапырағын қостым. Жалпы бұл салатқа өзіңіз қалаған кез келген көкөністерді қосып дайындай берсеңіздер болады. Көкөністерге қатысты ешқандай шектеу жоқ. Менде бар заттармен жасадым. Өте дәмді, жеңіл салат болады. Брокколи суығаннан кейін ұсақ бөліктерге бөліп аламыз. Мен салатты араластыруға ыңғайлы болу үшін үлкендеу ыдыс алдым. Барлық көкөністерді салып, зәйтүн майын құйдым үстіне, 2-3 ас қасық және дәміне қарай тұзды қосып, барлығын жақсылап араластырдым. Лимон менде болмай қалды, негізі лимонның шырынын қоссаңыз да болады. Егер рецептім ұнаса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Каналымнан күніне 4 уақыт тамақтанып, салмақ тастауға болатын түрлі ПП рецепттерді таба аласыздар.